Саламатсыздар ма? Менің есімім Алия болады. Бүгін сабақ заучтарға өткіземіз. Саламатсыздар ма, әріптестер? Естіліп тұр ғой, да? Так, Естіліп тұр, естіліп тұр. енді біз мына жерде мындай таблицаны аштық. Біз шиелі, міне каждый район, Арал, Шалағаш, жаңа қойған бәр райондар бізде біз анализ істеп отырамыз. Енді шиеліге кірсек, шиеліде мінекей приказ распределения нагрузки и приказы в учете образования. Қалған осы сіздердің приказдарыңыз бойынша. Мінекей қызарып тұрған мектептер, значит, бұл мектептерде мынандай документтер әлі істелінбегендер. То есть завуч жұмыс істемеген әлі. Получается, мына протокол постап жүрген істеген приеммен, ары қарай завучтар мынау 41-ші мектепте жоқ, нагрузка 48-ші мектепте жоқ, 50-ші мектепте жоқ деген сияқты мына көп мектептер мына істелінбеген мінекей. Мыналар вроде бы мына жерде бастаған, сарғайып тұрған, это жай бастаған әлі, может быть, не подписан, тексерілмеген деген. Но прямо нақты подписанный, проверенный документтер жоқ. Көрдіңіздер ме? Ертең бұны сіздер распределение нагрузки болмағаннан кейін зарплатаны табельді қалай істейсіздер? Распределение нагрузки болғаннан кейін барып автоматически табельге түседі сағаттары. Поэтому сол документ распределение нагрузки істелініп отыру керек. И мына басқа приказдарда, другие приказы то же самое, жоқ. Здесь самое главное у вас распределение нагрузки, сағатты распределение еткен. Соны, пожалуйста, мына жерде бәрі де под контролем. Мынау таблица управления образованияға барады, ол көреді ол кісілер. Так что давайте зумнан кейін қазір активно сұрақтарыңызды қойыңыздар, түсінбеген заттарыңызды. И нені сабақты бастайық. Түсінікті ғой, да? И мына жерде Арал нелерде қосқанбыз, Арал районында. Арал районында, в принципе, мына положение более-менее. И то есть ондай бар, көп қызыл жанып тұрғандар. Шиеліде кішкене надо жұмыс істеу керек завучтарға. Ертең мұғалімдер табельді шыға алмай, зарплата алмайсыздар. Сол мен қазір Алияға берем, микрофонда ол кісі сіздерге сабақ үйретеді. Саламатсыздар ма? Экран көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қай мектептен сізде қандай вопрос бар? Бір мектепті ашайық, иә, біз сіздер. Тесті болса ашайық десек, оған көбінесе көрінбей қалады, заттар түспей қалады. Қай базамен жұмыс істейміз, айтып жіберіңізші. 200-ші мектепті ашасыз ба Арал ауданынан? Код организация айтып жібересіз ба? 4 санды. 200 дейсіз ба? Кәс, 200. Арал ма? Иә. 26-24 болады сіздікі. Иә. Бүгінгі тақырып сіздер зауыштың приказдары, иә, приказ жайлы түсіндірем. Яғни сіздердің документтеріңіз раздел учета. Учет образованияға кіресіздер. Документтің іште бүткіл сіздердің істейтін жұмыстарыңыз осы ішінде тұрады. Яғни приказын адамы, үйге оқытатын, дәптер тексеру, классное руководство, кабинет и распределение приказа. Осылардың бәрін сіздер жасау керексіздер. Осын жасамай сіздерге пока мұғалімдерге табель жасай алмайсыздар. Бірінші осын жасап болғаннан кейін табельге тартсаңыздар, бәрі автоматты түрде түседі. Яғни бірінші приказ надаму білесіздер ма, или айтып өтейін ба? Осы надаму бойынша сұрағым бар еді менің. Бола ма қоюға? Айта бер, сұра беріңіз, Менде осы май айында декреттен қосылатын мұғалім бар еді ғой, майдың 20-сында қосылады. Сол сағаттары надамуға енгізіле ма? Надамуды сағат береді ғой, 20-сынан кейін былай. Иә, сағаты бар, надамудан да сағаты бар. Қараңыз, қазір документ яғни жасағансыз, бірақ всегда сіздерге айтып өтейін, мына от, с деген дата екеуі бірдей болу керек. Мынау басынан бастап ол жерде қате болып тұр қазір. Мынаңыз дұрыс түспей қалады. Енді сіз айтып тұрсыз, мысалы, Сағындық Дәмелі, иә, мысалы ретінде айтайын, бұл 20-сында бітеді, иә? 20-сында қосылады неге? Отпусқа, декретіне қосылады жұмысқа.
бюджетке қосылады. Яғни сіз новый документ басасыз да, мына жерге 20 деп қоясыз, иә? Мына жаққа да 20 деп қоясыз. Фамилиясы бала, табель номер кім еді, қанша еді, көрмей қалдық. Давайте строки дейміз да. Дамелін тартасыз осы жерге. Менде қосылатын Есенбаева Жансая деген ғой. Тізімде тұр Дамелден ғой. алып тастайсыз да, Есенберге қосасыз ба? Дәмелде алмаймын. Сол дәмелден 3 сағат болса, сол дәмелден 2 сағат қалады да, 1 сағат қалады да, 2 сағат аламын содан. Дәмелден. Дәмелден 2 сағатын алып тастайсыз да, кімге бересіз? Ишановаға бересіз, дұрыс па? Есенбаева Жансая дегенге беремін. Бас әрпін айтыңызшы, қандай дедіңіз? Есенбаева Жансая. Иә. Есенбаева Жансая деген. Нағашыбаева деген. Сіз аға, мысалы, осыған сіз 2 сағат бересіз, мысалы, қай кластарға? Иә. 5 пен 9-ның аралығында. 2 сағат бересіз. Енді сіз біреудің дәмелден сағат алып тастайсыз, дұрыс па? Иә, алып тастаймын. Дәмелдің астына қосасыз да, оған ештеңе жазбайсыз. Пустой қыласыз болды. Түсіндім. Дата всегда айтамын, от пен с дата екеуі бірдей болу керек. Иә? Түсіндім. Яғни тағы бір айтып кетейін, егер де на дому болатын болса, сіздерде учет образования, документы, приказ на дому обучения кіресіздер, новый документ создавать етесіздер, дата от с деген бірдей болады, и няқа фамилияларыңыз тартып, қанша сағаттан беретін қойысыздар, болды. На дому приказы осы. Түсінікті ғой, иә? Келесі приказға тоқтайық. Проверка тетради. Проверка тетради то же самое. Кіресіздер, новый документ создавать етесіз. Датаны, яғни бірмен қоямыз. 1 май. Фамилияны тартасыздар. Қай классқа доплата бересіздер? Енді қараңыз, сіздер проверка тетрадь полный, не полный деп жүресіздер, сіздерде, сондай болады, иә? Яғни полный болатын болса, добавить сроки, қазір фамилияны қоса салайық, примерно алып тастаймыз. Мысалы, мұғалім бағана. Кім фамилиясы? Бір мұғалім айтасыз ба? Молдағазиев Есет деген тұран екен. Мұғалімді тартамыз. Яғни мына жерге, мысалы, сіз 5-те 9. Ол полный алады, иә? Проверка тетради. Мысалы, қанша сағаты? 10 сағат бар, мысалға. 5 пен 9-ның аралығында. 13. Сағат. Енді бұл полный болып есептеледі. А егер осы 13 сағат не полный болатын болса, 5 пен 9-а қоясыздар. Сол кезде бұл не полный алады. Түсіндім. Түсінікті ғой, егер полный болатын болса, бірінші тұрғанға толтырамыз. Егер не полный болатын болса, екінші толтырға толтырамыз. 50% төленеді сонда жерден. Иә. 50%. Өзі айтып тұрмын, 50% деп. Келесі документ бізде. Классное руководство. Классное руководство дегеніміз то же самое, қараңыздар, өздеріңіз міне. Қай классқа беріледі, қанша количество балалар. Фамилияны тартасыздар, тоже датаны да от пен с екеуі бірдей болады. Мына жерге фамилияны тартасыздар, қай класс, қай кабинетке, классный руководство, қай сыныпқа руководство болады, мысалы, сынып жетекшісілік. И міне қанша баладан қоясыздар, автомат доплатаны өздері санайды. Ол қолмен де қойсаңыздар болады, 50-60 деп. Автоматқа шығады тұрды ғой. Автоматын шығады, иә. Келесі документ бізде. Количество учащихся ай сайын ауысып тұрады ғой, мысалы, келеді, кетеді. Ананы да өзгертіп тұрамыз ба? Қараңыз, өзгертіп тұрасыздар. Ай сайын ба? Мысалға, қозғалыс болады ғой, ай сайын жаңағы мектепте.
иә, оқушы басқа мектепке ауысады ғой сондай кезде ғой. Қозғалыс болады, келеді, кетеді, сол Иә. кезде мысалға бала саны өзгереді ғой. Мына Иә. жерде количество учащихся өзгертіп тұрамыз ба, или сол күйі қала бере ма? Енді өзгертемін Әр десеңіздер, табель оны сайын өзгертуге болады, иә. Өзгертпей, пока вот жылды аяғымен осымен кете бер десеңіз, осымен кетеді. Енді былай өмірде де сіздер қағаз жүзінде қалай істейсіздер? Өзгертіп ақшасын қысқартасыздар ма? жоқ, бізде нені сынып жетекшілікті бекітеді ғой, бұйрығын шығарады. Болды, бір рет ақ істейсіздер, болды, одан кейін тиіспейсіздер. Иә. Сол сияқты Бала бұл да санын солай бір реттен істесеңіздер болады. болады. Бұл программа сіздің күнделікті істеп жүрген қағаз бойынша ғой, бірақ бұны электронды түсіресіздер. Яғни өзгертпеймін десеңіздер, осымен өзгертпесеңіздер болады, тұра береді. Түсінікті. Өзгертетін болса, осы жерден өзгерте бере ма деп сұрағысы келіп тұр ғой бұл кісі. Жоқ, мысалы бұл сізді Жоқ, қараңыз, енді бастады. өзгерту емес, Келесі міндетті айға ма, новый міндетті документ емес пе? создавать етесіз. Иә, егер өзгертетін болсаңыз, новый документ создавать етесіз да, мысалы сіз июнь айында сізде бала азайды, иә? Июнь датасы қоясыз, 6 айды. Яқа баланың санын қоясыз. Бұл документке тиіспейсіз, бір рет жасалған документке уже тиіспейсіздер. Келесі документке новый документ создавать етіп, мысалы, ол сіздерге июнь айынан бастап бала азайды, иә? Примерно айтайық. Сол кезде датаны қоясыздар июльмен. И фамилияны тартып, қай фамилияда бала өзгерді, қай класста. Соны тартасыздар. Тағы вопрос бар. Аха, қоя беріңіз. Анау, мысалға, приказ номер бар ғой. Иә. Бұны біз мысалы қазіргісін 1 дедік, 2, 3 болып кете бере ма ары қарай сонда? Иә, оны өздеріңіз қоясыздар. Негізі қараңыз, мысалы приказ қаяқтан классный қоямыз руководство оны? сізде бірақ приказ болған сіздерде. Мысалы, Қазір 1 деп тұр ғой, мысалы 1 Иә. деп жазыңдар деді, жаздық ал. Аха. Енді екіншісін уже 2, 3, 4, 5 деп кете береміз ары қарай? Мына жерде қоймасаңыз, программа автомат 2-3 деп қойып Или береді. біз өзіміздің шығарған, мектеп бойынша шығарған приказдың номерін қоямыз ба? Олай қойсаңыз да болады негізі. Өзіміз Бола шатаспай бере осы ма? приказбен болатын болса, сол приказды қоясыздар. Мектеп Иә, жұмыс мектепте берушінің шығарған приказымен, иә? Иә, номер бересіздер ғой. Олай да қойсаңыз болады. Өйткені бұл жерде мысалға мен өзім ойым ғой, Иә. мысалға подпись дейді, подпись. Приказ мектепте завуч дейді, бірақ жұмыс беруші емес па, мектептің басшысы бар, иә? Приказ соны қолымен шығады, дұрыс па? Иә. Сол подпискеде, по-моему, мектептің басшысы қойылу керек сияқты, потому что завуч деп ол табель учета времени де тұр. Завучтың аты завуч. Енді табель жазады, ладно, Бұл иә? жерге не үшін біз Ал енді олай приказ- қойсаңыз да болады негізі. Қараңыз, енді ертеңгі күні сіздер мына жерде ошибка шығатын болса, бұған сіз ответственность ғой. Сіз жауап Жоқ. бересіз. Дұрыс қой, бірақ подпись это директор бермей ма приказды? Иә, приказ береді, подпись береді. Соны жұмыс беруші береді ғой бәрібір. Приказдың бәріне, по-моему, Негізі, иә, приказдың бәріне сол береді. иә. Ал табельге завуч деп тұр, ол түсінікті ол. Оған подпись қоя береміз біз. Иә, иә. Мгм. Тағы сұрақтарыңыз бар ма, или ары қарай түсіндіріп кете берейін ба? бір сұрақ, жаңа приказ енді айып етпеңіз енді. Аха, сұрай беріңіз. Жаңа надаму бар ғой, надаму. Аха. Мен жаңағы жерде сәл түсінбей қалдым да, мысалға жаңа 20-сынан кейін бір кісі келеді деді, жұмысқа түсейін деп жатыр, иә? Иә. Оған мысалға жаңағы Сағындықова дегеннің мысалға 3 сағаты бар екен. Оның 2 сағатын бердік жаңағы кісіге 20-сынан бастап келген декреттен түскен, дұрыс па? Сағындықовада 1 сағаты қалып қойды ар жағында. Енді сол жерге уже қараңыз, Сағындықовның 1 сағаты қалып қойса, Сағындықовның тересті 1 сағат деп қоясыз да, келесі адамға 2 сағатты қоясыздар. Осы екінші приказға, иә? Иә. Өйткені қараңыз, мысалы ол 20 майдан бастап, біріншісі 1 майдан бастап 3 сағат бердіңіздер да, 20 майдан бастап 10 сағат, 2 сағатын алып тастадыңыздар, иә? Енді 1 мен 20 аралығында 3 сағатын алу керек ол, примерно. Сосын 20-сынан кейін ол уже сағат өзгереді. Яғни 20-сын датаны отысы деп қоясыздар да 20-сынан, баған 2 сағатын алып қойған адамның 1 сағат қалды ғой, Сағындықоваға 1 сағат қоясыздар да, келесі адамға 2 сағат қоясыздар. Түсінікті. Осы новый неге ат қоямыз ғой, қайтадан, иә? Иә. Жаңадан Кімде ашамыз ғой, иә? өзгеріс болады? Кімде өзгеріс болады? Сол адамдарда новый приказ жасап, тартасыздар. Ана приказға, бірінші жасалған приказға тиіспейсіздер.
Ол сонымен сақталып қалады солай мен өзі. иә егер өзгеріс Түсіндім. болған жағдайда бір екі адамда ғана өзгеріс болса, иә алдыңғы страницада олар қалып қоя береді, иә? иә қараңызшы, солай сізде мысалы майдың бірінен бастап сіздерге мысалы Сағындықоваға сіздер 3 сағат бердіңіздер. Енді ол енді ол кісі июньде ол 2 сағат алмайды, 1 сағат алады. Мысалы июнь айында дейік, 23 майда. Енді ол сол 1 сағатын алу үшін келесі документті ашасыздар да, Сағындықованы, новый документ ашасыздар, Сағындықованы аласыз, тересіз, 002 табель номермен, оған 2 сағатын, 1 сағатын қоясыздар, 2 сағатын біреуге бересіздер. Солай жасайсыздар. Бұл документке тиіспейсіздер. Бірінші бастапқы документке тиіспейсіз. Новый документте Сағындықова мен жаңағы сағат алған екеуі ғана тұрады, иә? Иә. Кімде өзгеріс болады? Хорошо. Енді осындай жағдай, Иә. тағы айып етпеңіз. Сұрай беріңіз, аха. Иә, осындай жағдай, мысалға айтайық, айдың ортасы дейік, біреу декретке кетті дейік, Алла не жатқанды айтып отыр ғой, енді кетті дейік. Мысалға декретке 15-нен кетті дейік, иә? Мамырдың дейік. 16 сағаты бар дейік. Енді осы 16 сағатын біреуге береміз дейік, иә? Бұл жерде де жаңағыны біз күнін алып тастаймыз да, бұл жерде болмайды ғой. Біз табелден күнін алып тастаймыз, иә? Қараңыз. 16-сына дейінгіні қоямыз, иә? Қалған сабақтарын біреуге береді. Береміз. Қайтадан приказ береміз, иә? Иә. Жоқ, қараңыз, қай приказ бергені мынандай. Егер, мысалы да, мына табелді аша салайын сізге. Мысалы, Сағындықова Дәмелі сіздер 20 май күні декретке кетті. Орыс тілі пәні мұғалімі, иә? Иә. Сіз оны постоянно жүктеп бересіз ба, или келесі айда басқаға біреуге бересіз ба? Мысалы, бұның сағатын. Екі жағдайда да айтайықшы, ал ладно, бірінші... Мысалы қараңыз, Сағындықова Дәмелі орыс тілі пәнінің мұғалімі 20 май күні декретке кетті делік. Осыны сіз аласыз, оны сіз орыс тілі пәнінің мұғаліміне бересіз ғой, дұрыс па оның сағатын? Иә. Значит, должностьтар бір. Иә? Екеуі де орыс тілі мұғалімі. Яғни сіздер нагрузкаға Сағындықова Дәмелін новый документ, мысалы, нагрузкаға барасыздар, раздел учета, учет образования, документы, приказ нагрузка учителей. Не жерде бүткіл сағаттарыңыз тұрады сіздердің. 11 сағат, е? Жасап қоясыздар бір рет. Одан кейін сізде, мысалы, изменение болды, бағанда айтамын. 20 майда ол декретке кетті дейік. Новый документ ашасыз. Мына жерге, мысалы, 20 деп қоясыз. Датаны қоясыздар, обязательно бірдей болу керек. Любой документте 30-ы бірдей болады. Екінші табель номер, яғни Сағындықова Дәмелі 20-сынан бастап, оның сағаты, ол декретке кетті уже. Иә, 10 сағат алып тастайсыз. Уже кім отделкада приказ бергенде 20-сынан бастап, ол Сағындықова уже жоқ. Шықпайды сізге. Яғни мына жерде қазір көрсетейін. Жоқ, 20-сына дейін шығады. 20-сына дейін шығады. Мына жерде 20-сына дейін өзі. Сіз Сағындықова Дәмелге сіз алдыңызда 20-сынан кейін сағаты азайып тұрған жоқ қой да сағаты. Дұрыс па? Иә, 20-сынан кетті. Иә. Сағындықова Дәмел тартасыздар да, шенге қоймасыздар да, келесі документке, кімді? Келесі мұғалімге, орыс тілі мұғаліміне соған сағатын қойып бересіз. Түсіндіңіз ба? Мына жерде күн 20-сы деп өзгертеміз осында, 13:05 деп тұрғанда, иә? Иә, 20:05 дейсіздер. Иә, өзгертеміз ғой. Иә, 20:05 дейсіздер. Қайтадан осы жерге Сағындықованы жазамыз да, сосын бұған қайтадан сол сағатын қоямыз ба, 20-сын? Жоқ, қоймайсыздар, ештеңке қоймайсыздар. Ештеңке қоймаймыз. Жаңа Сағындықова дегенше отдел кадр жақ отпускаге жібереді ғой, декретке 20-сынан бастап деп, сол кезде ол автоматически бұл жаққа шықпайды, ол 20-сынан қараңыз, бұл кісі, иә, негізі шықпайды уже. Егер ол майдың, қараңыз, бұл кісілер майдың бірінен бастап қойып қойды. Сіздер табелді майдың аяғында жасайсыздар, дұрыс па? Мысалы, айдың аяғында майды жасайсыздар. Сол кезде осы міне мынандай жағдай болады. Мысалы, қалай айтсам болады. Больничныйға шығып кетті, иә? Бұның сағатын сіздер беру керексіздер. Біреуге беріп қойдыңыздар. Енді ол, мысалы, Сағындықова больничныйға кетті, оның сағатын, ол замен жасау керек, біреуге оның сағатын біреу істеп беру керек, дұрыс па? Орыс тілі сабағын біреу беру керек. Сол себептен мына жерде табелде тұрады. Мына қосасыздар бағанағыны, екінші адамды. Мысалы, біреуді қосайықшы.
физика мұғалім мысалы дейік та, оған мысалы оған тағы да дополнительно сіздер 5 сағат бересіздер. 20-сынан бастап. Өзінің 16 сағаты бар, инияқта плюс тағы 5 сағат бересіздер. 5 сағат разве жүрмей ма? Ал? 5 сағат ол жерде разве жүрмей ма? Жоқ, мен сізге нагрузка болып тұр ғой, қараңыз, нагрузка тартқаннан кейін біреудің изменение болады ғой айдың ортасында. Бағана тур надаму сияқты ғой бұл да. Изменение болса, сол фамилияны тартасыздар да, керек сағаттарыңызды қойып, керек сағаттарын алып тастайсыздар. Түсіндіңіздер ма? Апай бізге Түсіндіре алдыңыз? МШБ-ны дұрыс түсіндіріп жіберіңізші. МШБ-ны қайғына қоямыз табелдің? Нагрузка дегеніміз, оны бір етақ істейсіздер. Бұл документ одан кейін істемейсіздер. Егер кімде де күн өзгеріс болса, новый документ болып, қай күннен бастап өзгерді, соны қоясыздар. Енді мұғалімдерін табелге тартқан кезде, мен жерде өзім мысалына Сағындықта 11 сағат болып тұр, Нехтен көрейік қазір. Ол 11 сағат автоматын табелге түседі. Міне, мына 12 сағат болып. Значит, надаму бар ғой дейме? бар. Түсіп тұр. Міне қараңыз, общий 12 сағат болып тұр, Енді қараңыз, мысалы Сағындықова кетті. Сағындықова кетті декретке. Мен жерде замин деген сөз бар. Заменге барасыздар да, Сағындықтың орнына кім істеді? Орыс тілі мұғалімі кім? Тағы да жерде айтыңызшы мына. Ишембаева Жансая деген. Жансая дейсіз ба? Қазір. Иә. 21 номер, табель номер 21. Исенбаева Жансая, Мысалы Садықова 20-сынан бастап кетті, оған мына жаққа қоясыздар сіздер. Заменге кім береді? Мысалы, бағана 21 табель номер. Егер должностьтар бір болса, табельден жөндейміз. Плюс басасыздар, 21 деп таңдайсыздар. Оған сіздер мені жерге күнді қолмен қойсаңыздар болады. Яғни 20-сынан бастап ол замен берді 31-не дейін 1-4 классқа 5 сағат дейікші примерно. Осылай жазасыздар. Заменді біз түсініп отырмыз да? Түсініп отырық. Бұл жерде жаңағы сағат қой, мысалы сағатты берген кезде жаңағы екінші рет қайтадан документ ашамыз да, сосын жаңағы Сағындықованың қайтадан сол жерге түсіреміз да, оған сағат қоймаймыз 20-сынан, Сосын бұны кімге бердік, сол кісілерді түсіреміз да, соларға мысалы 11 сағаты болса, 11 сағатын бөліп береміз, жаңа документке, дұрыс па? Дұрыс айтасыз, Мен бір нәрсе отырда сұрақ қойып жіберейінші. Инклюзивті балаларға қалай түсіреміз? МШБ балаларды. Қараңыз, инклюзивті балаларды қою үшін нагрузкаға отырсыздар, нагрузкадан ең соңғы жақта ОПП деген документ болады. Былай қарап жүре берсеңіздер, ОПП деген болады. Осыға инклюзивке қоясыздар. Міне ОП деген, в том числе ОП деген, мысалы инклюзивте 4 сағат бересің, 5 сағат, 2 сағат қоясыздар, ол автомат өзін санайды, доплатасымен бірге. Табелге қойылады ғой. Түседі. Рахмет. Жақсы, рахмет, түсінікті. Кешіріңіз, мен бірдеңе сұрап жіберейінші. Жаңағы декретке мысалы 17 мамырда кететін мұғалім негізгі табелде тұру керек па, әлде бірден замещениеға саламыз ба, екінші неге? Негізі табелесі ұшып тұр керек қой, екен ол 20-сына дейінгі айлығын алады. 20-сына дейін оған разовый беріледі ғой ақша, ол толық алынбайды ғой мысалы. Беріп жүргенде солай береді. Неге ол түседі? Шынымен де основной табельге? Ол основной табельге түспеу керек қой. Жоқ, нагрузка туралы айтып тұрған жоқ, мен табель туралы айтып тұрмын. Негізгі табельде тұра ма, ол тұрмай ма? Тұрады. Оның сағаты разовый беріледі ғой. Тұрады. Развой берсе де сіздер оны кейін ертең адам қаяқта деп айтқан кезде развой деп айтпайсыз, ол табельге көрсетеді, 20-сына дейін тұрады, 20-сына дейін еркекке кетеді ол кісі. 20-сына дейін бойынша. Бұл жерде 20-сына дейін деп жаза алмаймыз ғой, негізгі табельде ондай нәрсе жоқ қой. Сіздер енді нагрузкаға айттым ғой, нагрузкаға беретін кезде сол қоясыздар дедім ғой. Изменение бересіздер ғой. Жоқ, оны сразу неге қосымша табельге бермейміз? Қосымша табельге салған жақсы емес па? Негізгіден сразу қосымшаға салып қойдықшы. Есептеп алатын развой сағаттар. Оған 17 күнге дейінгі нәрсе толық төленбейді ғой, былайынша. Толық төленбейді, Оны толыққа салудың не қажеті бар? Бұл жерде полный сағат алатындар ғана түседі.
түсетін сияқты табелде. Содан кейін қосымшаға біз разовыйдың бәрін сол жаққа жіберіп қойдық, өзіміз түсіріп ше. Сіз айтасыз 20-сына дейін разовый қандай ақша төленеді разовый? Ол 20-сына дейін жаңағы берген сабағы үшін, сабақтары күндер үшін айлық алу керек қой, алады 20-сына дейін. А 20-сынан кейін уже басқа адам алады. Ол кезде сіз жаңағы нагрузканы жасайсыз, сол кезде сіз екеуін қоясыз, табельный номерін екі жол. Біреуіне ештеңе қоймайсыз, ол уже автоматтан декретке кетті. А екіншісі жаңадан оның орнына келген адамға қоясыз нагрузкасын. А сіз разовый деген не ол? Қандай төленетін ақша? Алло. Разовый дегенде 5% төлеп жүрген жоқ па? Бұрыннан солай төлеп жүріп қой біз есептеген кезде. Үстіндегі барлық процентін сыпырып алып тастайды да, тек қана бұның өзінен төлейді. Сағаттарын санайды да, неше сағат берді. Өйткені ол толығай жұмыс істеген жоқ оған. Ондай төлен бізде бухгалтерлердің айтуы бойынша біз солай жасаймыз ғой, бұрынғы табельдерде солай ғой, олар БДО-дан төленеді ғой, ешқандай ана коэффициенттердің бәрі алынып қалды төбесіндегі. Неге ол деген 20 күнге деген ол кінәлі ма не, что это декретке кеткен? Неге ол толығымен 20-сына дейін алмайды ол ақшасын? Білмеймін, бізде бұрыннан солай, біз солай төлеп кетіп. А сіздер қандай программамен жұмыс істейсіздер? Қандай программамен жұмыс істейсіздер? Біз 1С-ке салдық оның алдында. Оның алдында кәдімгі электронный табельмен бердік. Жоқ, осы жерде болу керек, ол это 20-сына дейін ол өзінің ақшасын, зарплатасын алады. Бүткіл коэффициенті қандай болды, сол коэффициент бойынша ақшасын алады. 20-сынан кейін оның орнына басқа адам алады. Онда бұны бухгалтерлерге дұрыстап түсіндіру керек қой, біз бухгалтерлер сонда бізді жеп келген ба осы кезге дейін? Неге дұрыс төлемеген? Жоқ, біз сұрап көреміз, біз сіздерден осы Қызылордадан бірінші рет естіп жатырмыз. Бұндай вообще біздер қанша облыспен жұмыс жасап жатырмыз, бұндай сұрақты ешкім қойып көрген жоқ, и вообще бұндай сұрақ көтерілген де жоқ. Біз сұрап, сосын сізге хабарын береміз. Сіз өзіңіздің неңізді айтыңызшы, код предприятияңызды и телефон номеріңізді. Алло. Телефон номерін беріңізші біреуіңіздікін, сосын бір-біріңізге хабарласып айтасыздар ғой, енді біз қалай жеткіземіз сіздерге? Осы чатқа салып жіберсеңіз болады ғой, фаворит чатта бармыз ғой біз бәріміз. Енді бұл только сіздерде жүргізіле ма, бүткіл Қызылорда облысы бойынша да солай ма? Біз Аралда осылай жүргізіледі, біз табельді осылай саламыз. Аралда да? Жарайды, сол Аралға онда хабарын айтамыз. Қазір сіздерде Аралда деген жұмыс жасап жатыр ғой, біздің адамдар барды ғой. Олар айтып бізге өткізді сабақ, бірақ бұл туралы бізге ол замещаниеге саласыз деді, негізгі табельге салынбайды деді. Біз сол кезде майдың табелін салып кеткенбіз. Қазір біз кешке шейін сізге осы неге чатқа, сіздің Аралдың чатына ответін жазамыз осы сұрақтың. Жақсы. Осылай декретке шығып кеткендерді біз сол қосымшаға салдық, сол кезде айтуы бойынша. Жарайды, біз қазір жұмыс аяқталғанша дейін 6-ға дейін сізге хабарын береміз айтып деген. Ондайды что-то естімедік даже. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Бізде мысалға мен табель жасап отырмын да қазір да? Иә. Естіліп тұр ма? Менде декретке кеткен бар мысалға. Табель учета времениде ол кісі тұрда. Мен просто күнін алып тастадым. Мысалға күнін алып тастадым да, ары қарай егер оның орнына сабақ берген мұғалім болса, оған замен бердім. Бізде солай жасадық қой? Жоқ, солай жаса. Смотрите, сіз айтасыз табель учета времени. Ол сізде мұғалім емес пе? Мұғалім ғой, сол мұғалім болғасын. Неге табель учета временимен ол шығу керек деген? Ол именно образованияның ішіндегі табельмен шығу керек қой. А табель учета времени деген тағы бұл для учителей, да? А есть, которые зарплатаның ішінде, которые жаңағы технический работниктерге, сосын администрацияға төлейтін табель бар. Сіз сол табельді айтасыз, біз сол жерге толтырамыз. Жоқ, табель учета времени учителей деген бар емес па? Осы жерге ма, иә. Соның ішінде барлығы көрсетіліп тұр ғой?
неше сағат Сода көрсетіліп тұрған жоқ па? сонда Иә, мен табель учета времени учителей. сол секілді Соның ішінде. Иә, это самое учителей осының ішінде осылай көрсетесіздер оны деген. Да? Иә. Просто біз күнін алып тастаймыз мына жерде мысалы. Жоқ, күн алып тастағанда оған приказ шығады ғой ол кісіге. Сіз табель істегенге дейін ол деген декретке кетсе, уже приказ шығып тұрады оған. Ляз, вопрос есть. өткен айда декретке шығып кеткен ғой мысалы. Қараңыз, сіздер пока табель жасайтын кезде бүткіл приказдар жұмыс істелінеді. Яғни адам декретке кетті или мессажерияға кетті, оны отдел кадры уже кіргізіп қояды сіздерге. Иә? Сол кезде мысалы Сағындықова сізде 20-сынан кетсе автоматын 1-мен 20 деп тұрады да мына жерге. Мысалы 10 күн болып тұрады да отработанный дни. Автоматом шығып тұрады уже тартқан кезде. Сол кезде сіздер уже оған мысалы 1-нен 20-сына дейін қанша сағат берсе, сол кезде уже нагрузкаға қойып тұрады. Түсіндіңіз ғой, иә? Қазір мен сізге басқа берем. Алло, саламатсыздар. Жаңа сұрақ қойыпсыздар, декретный отпускқа кететін адам туралы. Кім қойды? Алло, мен естімей отырмын. Мен қойдым. Сіз қойдыңыз, иә, енді 20-сынан кейін, неважно қай күннен кеткен, декретный отпускқа кетеді. Ол системада сіздер приказ категориясын по беременности родом деп жібересіздер. Также, да, отдел кадров. Оған дейін, декретке кеткенше дейін, ол өзін сағатын, седоплаты бәрін алып отырады. 5 күн істесін майдың, 20 күн істесін майдың, сол қанша істейді за отработанное время, ол ақшасын бәрін алу керек. Сағатын да, доплатасын да бәрінде. Сосын 20-сынан бастаса, ол приказы енгізілгеннен кейін система ол білет, ол жұмыс істемейді деп, ол уже прямо мына табельде мына жерге қойып береді. Отработано не 19 дней, а отработано, например, 15 дней деп мына жерге 1 майдан 20 майға дейін деп тұрады да мына жерде отработанный дни шығарып тұрады. За отработанный дни нагрузка бойынша 6 сильнет. Болды. А ол орнына келген адам, наверное, ол чисто замен қылады шығарсыздар сіздер, наверное, оставшиеся дни. Ол замен ретінде басқа сабақтар болады. Енді осы жаңа декретке кететін мұғалімді замен табельге салмаймыз деп бос тұрады ма сол кезде? Жоқ, енді осы кісі, например, табельде 20-сында кетсе, мына жерде жазып тұрады 1 майдан 20 майға дейін дейді да, мына жерде күнін өзгертіледі да, уже там не 19, не а меньше. Болды. Именно осы кететін адамдікі ғана. Отработанное время показывается. Сол замена табельге түседі, иә, енді нагрузкаға жаңа өз кісі кетеді, жұмыс деген декретныйға кеткеннен кейін мына жерде күні шегеріледі. Но заменда сіз қоясыз, кім оның орнында отырған, кім сағат берді, 10 сағат па, 5 сағат па, оставшийся 5 күнге. Соны заменға, соны мына жерге қойып бересіз. Кім ол кісінің орнына замен қылған. Замен болса. Болды ма? Иә, түсіндім. Енді бірақ біз бұрын анандай қылып жасап жүрдік бізде. Қалай? Жаңағыдай айттым. Жоқ, мен просто жаңа келдім, естіген жоқпын сіздің әңгімеңізді. Бізде бұрын табельде, например, жаңағы адам мысалы 20-сынан кете ма? Жалпы негізгі табельден алынып қалып, негізгі сағаттарын бәрін алып қалады да, артына замещание қылып салып бердік. Жоқ, ол дұрыс емес. Жоқ, ондай заң ешқай жерде жоқ. Бізге бәрін, смотрите, даже если отпуск кететін күндер сөйтпейсіздер ғой, например, кетіп қалды отпускіге. Соны алып тастамайсыздар ғой 20 күнден шегеріп. Фактически отработанное время сағатын қойып беруіңіз керек. Это по закону. Так, сұрақтарыңыз тағы да. Қойыңыздар, Шиелі, Арал. Қазір сұрақтарың көп шығар сіздерде. Неге қоймайсыздар? Ұялмаңыздар. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Бана сынып жетекшілік туралы керек еді. Бізде қандай? Сынып жетекшілік туралы. Сынып жетекшілік туралы, иә. Бізде 9 класстарда комплекті жетеу. Иә.
5 пен 6 7 мен 8 сыныптар біріктірген. Сол жазған уақытта екеуін екі бөлек жазамыз да әр сыныпта әлде Иә, 5 ол пен 6-ны бір жазып, комплект 7 мен 8-ді істейсіздер бір онда. жазамыз ба? Да, онда бөлек жазасыз. Онда сіздерде мына классный неде сынып сағат неден комплект істейсіздер мына жерде. Мәдейте класс комплект деп қай классқа бөлесіз, сондай істеу керек онда. Мындай бөлек емес. Класс комплект істеуіңіз керек онда, если сізде 2-3 сынып қосылып істесе. Жаңа таблиға түскен уақытта мен 7 қылып беріп тұрмын ғой. Мысалы 5 пен 6 болса 5-ті көрсеттім де 6-ны көрсеткен жоқпын. 7 мен 8-ді 7-ні көрсеттім де 8-ді көрсеткен жоқпын. Бірақ оқушылардың санына екі сыныптың оқушыларының санын жазып қойдым. 7 сынып жетекші қылып. Сынып жетекшілік болғанда мына жерде да, общее количествоны қоясыз ғой мына жерде қосылған. Қанша болады? Количество учащихся деген қоясыз мына жерге. Но бірақ та мына жерге сынып дегенде, мына сынып деген жерге, мына жерде сіздерде былай бөлек сынып болмау керек. Сіздерде как класс комплект болу керек. Потому что сіз екі классты сізге қосып отырсыз. Түсіндіңіз ба? Просто да, оны істедіңіз ғой сөйтіп. Онда дұрыс. Онда общее количество сыныпта отырған балалардың несін санын қоясыздар. Жақсы, жақсы. Ала 77-ші мектепті ашып көрсеңіз, айтып берерін. 26-15 нөмірі. Учреждение. Мынау ма? Міне осы жерде. Иә, осы. Иә, енді мына жерде смотрите. Көрсетіп қойып тұрмын тек қана. Мынау ма? Бірақ 5 пен 6-дағы бала саны 10. Хорошо, мен мына жерге қарайын. Мына справочникқа кірем, қалай істедіңіз? Сіз мына справочникті дұрыс істеген жоқсыз. Сіз просто 6-шы А деп қылдыңыз. Но сіздікі айтып отырғаныңыз, мен түсінікті болғанмын. Сіздегі класс комплект, екі классты бірігіп отырсыздар. Сонда мына жерде басқаша істеу керек. Класс комплект істеу керек. Оны артынан кейін сізбен хабарласып, сізден істеп береміз. Сіздікі дұрыс емес. Қалай дейсіз? Класс комплект қылып істеу керек. Сіз өзіңіз айтып жатқан жоқсыз ба? Енді оны қалай дегенім ғой. Иә, онда давайте мына сізге чатқа жазыңыз Аралдың. Біздің қыздар шығады да сізге көмектеседі. Так, қазір общий кімде тағы да сұрақ бар? Рахмет, жақсы. Так, әріптестер, завучтар, ұялмаңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сіздерден ертең табель істеу керек. Нагрузка, потому что бухгалтерлер сіздерге қарап отырады. Сіздер табель істемесеңіздер, ол мұғалім, то есть бухгалтер есептей алмайды. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Жаңа часы заменов деген бар ғой, біз түсірдім да. Иә. И қасында привлечение деген не? Ол привлечение болғанда, ол когда мектепке басқа жақтан привлекают, это когда профессорлар келіп істегенде, ол это уже к вам не относится. Мына жерде. Ол басқаша саналады. Как это сказать? Бір жылда 1,5 часов келеді ғой, специальное привлечение. Сіздерге это не замена идет. Кәдімгі 11.93 сол постановлениеде бар. Как раз привлеченный деген. Это как будто получается учителя с званиями. Это профессоры, доктора келіп нетеді ғой, береді ғой сіздерге. Соны, но оның сағаттарында распределениеға кірмейді. Иә. Ғалымдар, иә. Ғалымдар бар. Солардың сағаттарын қоямыз ба сонда сол жерге? Сонда олар сіздерге, мына ғалымдарыңыз сіздер мына нагрузкаға кірмейді. Бұл привлечение басқаша саналады. Соған қоямыз ба біз енді? Менде ғалымдар бар. 6 ғалым келеді. Иә, келеді. Гимназия ғой. Солардың сағаттарын қоямыз ба сонда ол жерге? Иә, мына жерге сағатын қоясыз. Қанша сағат болды. И он басқаша, он считается от БДО. Сағатын қояды, получается, тут совсем мало часов получается. Ну, есептегенде, как нагрузка есебінде келмейді ақшасы, имейте в виду. Но если ғалымдар кеп тұрса, сабақ берсе, онда осында істейсіз да. Осыраға қоям, мысалға, там фамилиясы, должность, там... Ну да, сен трудовой договор енгізесіз ғой, енді адамды қабылдайсыз, стабильный номер болады. Бар ғой, иә, ол сосын мына жерге часы сағатын қоямыз, и там мына слева там не жазамыз ба, и там мына длинный графа тұр ғой, часы деген кейін.
Жоқ, мен сағат қоймайын. Например, мына жерге плюс мына жерге бір сағаттық бір нені қояйық енді. Дұрыс қой, сағаттан кейін. Мінекей. Мына жерге сағатын қоясың, 5 сағат деп болды. И осы 5 сағатқа Всё, осы да? біздің система нетіп береді, санап береді. Түсінікті. Но бірақтан сіз ол адамның несіне, жаңағы ғалым профессорға личный карточканы қоюыңыз керек, степень. Мына жерде личный карточкада қойыңыз сол адамның несін, қандай ол доктор наук па или не, мына жерде шығады. Соны ұмытпаңыз, потому что коэффициент зависит от него. Ученая степень мінекей. Мына жерде қоясыз степень ученая, қандай? Кім бұл? Магистр ма, кандидат па? Осыны қоясыз. Сонда как раз постановление 1193 тұр ғой специально да. 007, 009, 008 коэффициент бойынша осы туралы нетеді, саналынады. Все. Бұны қай жерден аштыңыз? Документтен аштыңыз ба? Документы, личная карточка, да, личная карточка. Сол жерге қоюыңыз керек. Но личная карточка сізде толып тұрады ғой, кімдер, кадровиктар. Обычно для іс жүргізушілер. Стажын қояды, мінекей, мына жерге стажын қояды, мінекей, личная карточка. Бұл қарасаң, мына жерде қоймағандар дұрыс емес. Сосын мына жерде образованиясын қояды, мінекей. И сосын сіз мына жерге төмен түсесіз. Сіздікі профессия, ученая степень қоясыз. Осы личная карточкада тұру керек. Так, тағы да сұрақ қойыңыздар. Так, сұрақ тағы да. Әріптестер. Сұрақ қойайын. Қазір тұра тұрыңыз. Алло, аха, айта беріңіз. Сұрақтарыңыз бар ма? Келесі маусым айында енді отпуск басталады ғой, 2-сінен бастап уже шыға бастады. Сол кезде біз қайтадан нагрузканы қайтадан өзгертіп отырамыз ба, бұйрықтарға байланысты? Қараңыз, бәрі мұғалімдердің бәрі сіздерде 1 июньнен бастап кетеді, сентябрьде келеді, дұрыс па? Жоқ, барлық мұғалімдер 1 июньде кетпейді ғой, біз емтиханға байланысты әр бөлек шығады мұғалімдер. Әр қайсысында емтихандар аяқталғаннан кейін шығады. Кеткен адамға нагрузкасын сіздерге қоясыздар ма, сағат? Қалған адамдарға дегенім, мысалы, экзамен қалады ма? Қалған адамдарға бұрынғы нагрузкалар қойылып отыратын. Ол нагрузкадан бағана айттық қой, қандай да изменение болса, новый документ ашасыздар да, қай датамен қою керек, сол датамен изменение жасайсыздар. Жақсы. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, болмаса сабақты аяқтайық, бізден аяқтайық. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.